Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін біз жаппастай тағамын жасайтын боламыз. Қазақтың ұлттық тағамы. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші біз нанын басып қоятын боламыз. Қамырымызды, оған жылы суымызға тұзымызды қосып, және де бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін холодильникке қойып қоятын боламыз және қалған заттарымызды дайындаймыз. Ендігі бізге керекті заттар: пиязымызды осылай төрт-пішлеп турап, одан кейін сәмбізімізді дәл осылай төрт-пішлеп турап алатын боламыз. Одан соң картоплымызды дәл осылай төрт-пішлеп тураймыз. Және мен капуста қостым. Оны да төрт-пішлеп жұқалап турап алатын боламыз. Сізде басқа да тәтті бұрыш қоссаңыздар да болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Барлығын дәл осылай турап дайындап аламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін қамырымызды жаятын боламыз. Жіңішке қылып жайып алатын боламыз. Енді осындай бір күлше шықты. Егер сізде отбасыларыңыз үлкен, көп адам болатын болса, сіздер екі күлше жайғандарыңыз жөн. Неге осылай кесіп төрт-пішлеп барлығын дайындап осылай қойып қоямыз. Одан соң қазанымызға күнбағыс майын құйып, оны қыздырып, одан кейін фаршымызды салатын боламыз. Мен де жарты келі фарш алдым. Сіздер ет қоссаңыздар да болады. Бізде фаршымыз тез піседі. Дәл осылай шыжғырып алатын боламыз. Фаршпен де өте керемет дәмді болып шығады. Одан кейін пиязымызды қосып, одан соң сәбізімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып шыжғыратын боламыз. Одан кейін картоплымызды қосып жібереміз. Оның үстіне капустамызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып шыжғырып аламыз. Шыжғырып жатқан кезде біз жаңа қамырымызға май жағып аламыз. Қамырымыздың екі жағына күнбағыс майын құйып, бірінің үстіне бірін қойып, барлығына майымызды жағып алатын боламыз осылай. Барлығын дәл осылай жағып қоямыз. Дайындап қойғаннан кейін біз қазанымыздағы етімізге, фаршымызға тұзын, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, одан кейін қайнаған суымызды құйып, қайнатып аламыз. Суды құйған кезде бетін жауып тұратындай болып құятын боламыз. Одан көп құюдың қажеті жоқ. Суымызды құйып, қайнағаннан кейін астын басып, одан соң қамырымызды үстіне орналастыратын боламыз. Неге енді қамырымызды бетін жауып тұратындай қылып, барлығын осылай орналастырып шығамыз. Міндетті түрде астын басып қайнатып алғандарыңыз жөн. Барлығын орналастырып 20 минутта пісіріп аламыз. 20 минутта толықтай барлығы пісіп шығатын болады. Неге біздікі 20 минутта пісіп шықты? Ендігі біз тарелкамызды алып, қамырымыздың барлығын алып аламыз. Барлығын қамырымызды орналастырып, одан кейін үстіне салатын боламыз. Неге біздің жаппасайымыз дайын болып шықты?
өте дәмді, керемет болып шықты. Дәл осылай жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.